Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінен бет сайтынан келген кезекті осындай бір тапсырыс. Бұл тапсырыс шамамен 23 күннің ішінде келді. Сөмке болу керек, арқаға асатын. Қазір ашып көреміз. Мінекей достар, осындай бір арқаға асылатын сөмке келді. Бұл сөмке табиғатқа шығуға не болмаса, велосипедпен жүрген кезде арқаға асып алып жүруге өте ыңғайлы. Жалпы негізі велосипедке арналған сөмке. Олай дейтін себебім, арқаға жабыстырмай ұстап тұратын осындай бір жабыстырылған резинадан жасалған материалдар бар. Оның бетінде мынандай сеткамен жабылған. Мына жерде өзімдер осындай терең қалташасы бар, төбіне дейін кетіп тұр. Local Line деген осындай бір жақсы бренд деп айтса болады. Қытайдың арқаға асатын бауы осындай. Мына жерде арқыры жоғары төмен жылжитын осындай. Арқаға асқан кезде кеудеге өстіп тартып қоятын өзінің бір ремені бар. Және төменгі жағында да белгіге байлап қоятын ремені бар. Мына жерде тағы да мынандай ұзын болып шығып тұрған ремень жалбыратпай ұстап тұратын осындай бір ұстағышы бар екен. Жалпы тігісін, мына жер бәрі жұмсақ, тігісі жалпы сапасы өте жақсы деп айтуға болады. Бұлай кіші көрінгенмен ішіне өте көп зат сияды екен. 18 литр деп көрсетілген объемы. Мына жерде 18 деген жазуында көріп отырсыздар. Басты қалтасына келетін болсақ, іші өте кең, терең. Және мына жерде қандай бөтелке су салып қоятын қалташасы бар. Бұл қалташасында велосипедпен жүрген кезде осында сондай бір өздерінің системалары бар. Шланг арқылы аузыға жақындатып шланг шығарып қойды. Сол шлангыны сорып велосипедпен кетіп бара жатып су іше беруге болады. Сондай системаға арналған. Және ішінде мынандай парашютик сияқты бір материал бар. Резинадан жасалған, резина сияқты созылады. Бұл шлемді қыстырып қоюға арналған осындай арнайы материал. Велосипедтің шлемін қыстырып қоюға. Бұл мына жерде мынандай өзінің карабинчиктері бар, мынандай ілгіштері. Бұл әр бұрышта, 4 бұрышта осындай бір кішкентай ілгіштері бар, мынандай тігілген. Осыларға арнайы ілініп, мына жерде шлеміміз қыстырылып тұрады. Тағы мына жерде қалтасы бар. Осындай өте терең ашылады. Мына жерде сеткадан жасалған тағы бір қалтасы бар. Сырт жағында кішкентай ғана бір қалтасы бар. Камераға, флешка, не болмаса батарейка салуға арналған, сондай салуға ыңғайлы қалта десек болады, кішкентай ғана. Және тағы бір қалтасы. Бір шетінде ғана замогы. Бұл енді велосипедпен кетіп бара жатқан кезде қолыңды артқа созып бүйтіп замогын тартып, аша салып, керек затты ала салғанға өте ыңғайлы. Және байқаған болсаңыздар, замоктардың бәрін бас жағы осындай саусақпен ілгенге өте ыңғайлы. Және төменгі жағында тағы бір қалташасы бар екен. Бірақ бұның ішінде еш нәрсе жоқ. Сірі мұна ішіндегі осы парашютигін осының ішіне салып қойған дұрыс болар, менің ойымша. Өйткені бұл әрқашанда керек бола бермейді бізге. Бәлкім өзінің қалтасы да шығар осыған арналған. Шет жағында осындай бөтелке салуға арналған бір қалташасы бар. Екі жағында да бір кішкене кеңейтіп, сөмкенің жалпы размерін, кеңдігін байқасаңыздар, осындай болып үлкейеді. Ішіне әлем зат сияқты, мен интернеттен көрдім обзорларын. Жаңа елдердің ішіне толтырып тұрып зат салған. Өте үлкен көп зат сияқты деп айтып жатыр.
сапасын да мақтап жатыр. Енді олардың мақтағаны бір бөлек, көзбен көрген бір бөлек әрине. Бірақ шынымен қарап отырсам, сапасы, тігістері өте жақсы жасалған деуге болады. Негізі көңілім толып тұр бұл сөмкеге. Бұл сөмке Алиэкспресстегі бағалары шамамен $25 көлемінде, ал Гербесте шатаспасам $20 болу керек. Сілтемені төменгі жақта міндетті түрде қалдыратын боламын. Неке мына жерде байқасаңыздар, неке мынандай жарықты қайтаратын осындай бір материалдар бар арасында. Неке мына жерде, неке мыналардың бәрі жарық қайтаратын материал, жаңа светоотражающий дейді. Неке достар, $10-ға, мен өзім енді $10-ға айналды купонымды пайдаланған кезде, бірақ негізі $20 тұрады. $20 шамамен 7000 теңгеге есептесек, 7000 теңгеге өте жақсы сөмке деп айтуға болады. 7000 теңгеге дәл осындай сөмке Қазақстаннан магазиндерден табу қиын болады енді. Достар, әзірге осы. Назарат көргендеріңіз үшін көп рахмет. Каналға жазылып лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса ВКонтактедегі тобымызға қосылып сол жерде қойсаңыздар болады. Назарат көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.